Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта болашаққа саяхат бөлімі бойынша алған біліміңді бекітесің. Бірінші тапсырма. Сағат тілі бойынша уақыттың неше болғанын айт. Оқушылар, ойланайық. Сағат тілі бойынша уақыттың неше болғанын қалай айттыңдар? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Сағат 3-ке 5 минут қалды. Сағат 5:30. Сағат 7-ден 20 минут кетті. Сағат 6-ға 15 минут қалды. Сағат 12-ден 15 минут кетті. Сағат 8-ден 5 минут кетті. Сағат 5-ке 20 минут қалды. Сағат 11-ден 25 минут кетті. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Екінші тапсырма. Сөз тіркестерін құрап жаз. Оқушылар, іске сәт. Сөз тіркестерін қалай құрап жаздық? Бірге тексерейік. Тілді меңгеру, сұйық май, келесі орын, ақпаратты өңдеу, сөйлемді түсіну. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Адасқан сөздерді орнына қойып сөйлем құра. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Адасқан сөздерден қандай сөйлем құрадыңдар? Бірге тексерейік. Мен бүгін жаттығу залына барамын. Мен бүгін шешім қабылдадым. Болашақта адамдар ұзақ өмір сүреді. Сұңғаттың әкесі үнемі жаттыға алмайды. Болашақта адамдар табиғат байлығын үнемдеп қолданады. Оқушылар, сендердің де құраған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Үлгі бойынша жаз. Үлгіге назар аударайық. Танымал, әйгілі. Оқушылар, берілген сөздерге мәндес сөздерді үлгі бойынша жазайық. Іске сәт. Берілген сөздерге қандай мәндес сөздер жаздыңдар? Бірге тексерейік. Танымал, әйгілі. Қыдыру, серуендеу. Құрмет, ізет. Бұрында, ертеде. Дос, жолдас. Әлем, ғалам. Артқа, кейін, кері. Ұзарту, ұлғайту, созу. Ақпарат, мәлімет. Көне, ескі. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Есепке назар аударайық. Сұңғаттың үлкен әжесі 88 жаста. Ал оның кіші әжесі одан 28 жас кіші. Бірақ Сұңғаттың анасынан 35 жас үлкен. Сұңғаттың кіші әжесі мен анасы неше жаста? Оқушылар, ойланайық. Есепті қалай шығардыңдар? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Сұңғаттың кіші әжесі 60 жаста, анасы
25 жаста. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. 6-шы тапсырма. Берілген сөздердің мағынасын өз сөзіңмен түсіндір. Оқушылар, іске сәт. Берілген сөздердің мағынасын қалай түсіндірдіңдер? Бірге тексерейік. Озық технология, алдыңғы қатарлы, үздік, озат, ерекше технология. Салауатты өмір салты, денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Өнертапқыш, өндіріс пен шаруашылыққа қатысты жаңалықтар ұсынушы. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. 7-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Сұрақтарға назар аударайық. Ұзақ жасаудың сыры неде? Табиғат байлығын қалай үнемдеуге болады? Музейде қандай заттар бар? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтарға қандай жауап жаздыңдар? Бірге тексерейік. Ұзақ жасаудың сыры неде? Ұзақ жасаудың сыры денсаулыққа ерекше көңіл бөлуде. Табиғат байлығын қалай үнемдеуге болады? Табиғи ресурстардың орнына баламалы ресурстарды қолдану арқылы үнемдеуге болады. Музейде қандай заттар бар? Музейде көне заттар және ең соңғы өнертабыстар бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Ғарышқа саяхат бөлімі бойынша алған біліміңді бекіттің. Енді бүгінгі сабағымызға жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта барлықтарыңның білімдерің шыңдалды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 92-ші беттегі 8-ші тапсырма. Бос орынға сөздер ойлап тауып, өлеңді құра. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.